Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттер мен ондағы сөздерге назар аударайық. Яғни бұл суреттерде жақсы тілектер берілген. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да осыған қатысты. Атадан қалған асыл сөз бөлімі тақырыбы Бұқар жыраудың тілек толғауы, мақсаты әдеби шығармадағы психологизмді анықтау, бағалау критерийі Бұқар жыраудың тілек толғауындағы психологизмді анықтайды. Ендігі кезекте Бұқар жыраудың қысқаша өмірбаянын тыңдайық. Бұқар жырау жоңғар басқыншылығы тұсында елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білген дана тұлға. Ол 18 ғасырдағы жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы болған. Болашақта ұлы жырау мұралары жаңаша көзқарас, дүниетаным тұрғысынан, ислам құндылықтарымен сабақтастығы, мораль философиясы, мемлекет мүддесі, поэтикасы тұрғысынан тексерілуі тиіс. Келесі кезекте Бұқар жыраудың тілек толғауы туралы аудионы тыңдайық. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, ер шұғыл пасық залымның тіліне еріп, аз басқа. Үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз, төрді төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреу қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз, 60 басты ағорда ардақтаған аяулың күнінде біреуге тегіннен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз, желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз, 8 қиыр шар тарап, жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз, төреңіз тақтан таймасқа. 90-дағы